Қайырлы күн, оқушылар. Бүгінгі сабағымызда тарихтың шертіп пернесін бөлімі бойынша Ілияс Есенберлиннің Қаһар романымен танысуды жалғастырып, Наурызбай бөлімін талдайтын боламыз. Бүгінгі сабақта бөлім бойынша көркемдегіш құралдар мен айшықтау түрлерін анықтап, қызметіне талдау жасаймыз. Сөз қолданысын талдау арқылы автор стилін анықтаймыз. Оқушылар, Наурызбай батыр туралы не білесіз? Бүгінгі тақырыпқа кіріспес бұрын, осы сұрақ төңірегінде ойларыңызды жинақтап көріңізші. Қысқаша сипаттама бере кетсек, Наурызбай Қасымұлы 1822 жылы Көкшетау өңірінде дүниеге келген тарихи тұлға, батыр. Абылай ханның немересі, Кенесарының туған інісі. 1837-47 жылдардағы Кенесары Қасымұлы бастаған ұлт азаттық қозғалыста ерлігімен көзге түскен. Соғыста тапқыр, ұрыста батыл, Наурызбайдың сөзге шешен, әнші күйшілігімен, жауырыны жерге тимеген палуандығымен аты шыққан. Бүркіт, қаршыға, лашын ұстап, құсбегілікпен айналысқан. 1847 жылы Қырғыз елінде Кекілік тауы Майтөбе мекенінде дүниеден өткен. Тарихта ерлігімен аты танылған Наурызбай Қаһар романында қай қырынан танылады? Автор Наурызбай бейнесін қалай сомдайды? Батырдың бойындағы мінез құлқы мен адамгершілік қасиеттерін анықтау үшін мына үзіндіні мұқият тыңдаңыз. Үстінде оңаша тұрғанын көріп сөйлесуге әдейі келген. Наурызбайдың реңінен көңілінің қапалы екенін аңғарған Күнімжан оған күле қарап: «Кіші төрем, неден жүдей қалғансың?» деді. «Бір жерің ауырғаннан саумысың?» Наурызбай қапалана жауап қайырды: «Ауру екенім рас жеңеше. Жаным ауырады, көкірегім ауырады, жүрегім ауырады». Інісінің кемен дертте екенін көптен бері сезетін Кенесары үндеген жоқ. Күнімжан енді жігер бере сөйлейді: «Қара бұлттан күнде шығар, бұл аурулардан айығар заманыңда келер». «Қашан?» «Оны жүйрік аттың шабысы, ер жігіттің намысы біледі. Намысқа шабар алысымыз болып тұрма. Біз қазір апа-апанға келіп тығылған бөрі тәріздіміз. Қанша бөрі болсаң да тығылған жерің құр түкпір». Кенесары кенет інісіне қарады: «Апаннан атылған бөрі жауына қауіпті екенін білмейтін бе едің? Қол аяғыңды бауырыңа жинап атылуға дайындала бер, Науанжан». «Жоқ, Кенеға, апанынан бөрі тек ажалына ғана атылады. Кейде жауынды мертетпей ме? Маған ондай ит шығыстың керегі жоқ». Наурызбай ағасына кішілік мінез көрсете ақырын сөйледі: «Маған жауымды аңдып басар көкшенің ыңғыл-жыңғыл жартасы, соңымнан желді қуып жете алмас ұшы-қиыры жоқ арқаның кең даласы керек». Кенесары інісінің өзімен пікірлес екенін бұрында біледі. Бұл жолы да ойлаған жерінен шыққан соң іштей қуанып қалды. Сөйтсе де қатты мінезіне салып: «Ұясынан ерте шыққан қыран тез қартаяды» деді. «Алдыңда ағаларың барда жол таңдамай тұра тұр». Наурызбай Кенесарыны өзге ағаларынан артық сыйлайтын, сондықтан қарсы сөзге келмей: «Құба-құп» деп төмен қарады. Үзіндідегі ағалы інілі Кенесары мен Наурызбайдың диалогын тыңдадыңыздар. Осы диалог негізінде іштей қорытып, Наурызбайдың қандай мінездің адамы екеніне ойланып, сұраққа жауап іздеп көріңіздер. Тапсырманы 4 сөйлем тәсілімен орындаңыздар. Сіздер үзіндідегі кейіпкерлердің іс-әрекеті негізінде батырдың мінезін дәл сипаттай алғандарыңызға сенімдімін. Ендеше, үзіндіден байқағанымыздай, Наурызбай батырлығымен қоса өте сабырлы, салмақты, жасы үлкенді сыйлай білетін, сөзге тоқтай білетін, ақылды тұлға болғанына әбден көз жеткізуге болатын сияқты. Наурызбай тек батырлығы, шешендігімен ғана емес, деректерге сүйенсек, ерекше түр тұлғасымен де ел есінде сақталғанына көз жеткізуге болады. Оған романнан берілген үзіндідегі сөзбен суреттелген Наурызбайдың портреті дәлел бола алады. Төменде ұсынылған бағалау критерийі мен
дескрипторларын басшылыққа ала отырып, берілген тапсырманы орындаңыз. Автор нені суреттегенімен қоса, қалай суреттегеніне назар аударыңыз. Ол үшін Наурызбай бейнесі суреттелген үзіндіні зер сала оқыңыз. Көркемдегіш құралдарды анықтаңыз. Олардың қолданылу қызметіне талдау жасап көріңіз. Автор сөз қолданысын талдай келіп, оның стилін анықтаңыз. Оқушылар, сіздер дескрипторларды тиімді пайдаланып, тапсырманы тиісті деңгейде орындап шықты деп ойлаймын. Мына ұсынылған балама жауаптарды өз жауаптарыңызбен салыстырып, толықтырсаңыз болады. Көркемдегіш құралдар. Эпитеттер: келбетті жігіт, сұңғақ бойлы, құлаш жауырын, ақ құба түсті, үлкен қоңыр көз, қоңыр мұртты, қызыл барқытпен тыстаған құндыз бөрік. Теңеулер: екі иығына екі кісі мінгендей, танадай. Қызметі. Автор кейіпкердің даралық ерекшеліктерін, айрықша сипатын бейнелеу үшін эпитеттерді қолданған. Дене бітімінің ерекшелігін теңеулерді пайдалану арқылы салыстыра суреттеген. Қаламгердің көркем тілбен, сөзбен сомдаған Наурызбай образын талдау арқылы автордың талғамы жоғары, кейіпкер табиғатын сөзбен тап басып жеткізе алатын, өзіндік ерекше стилі, бояуы бар жазушы екеніне көз жеткізуге болады. Өзіндік стилімен ерекшеленген автор өз туындысында айшықтау түрлерінде аса шеберлікпен қолданады. Кестеде берілген үзінділерді оқи отырып, айшықтау түрлерін ажыратыңыз. Айшықтаудың қолданылу қызметін түсіндіріңіз. Бұл тапсырманы өзіндік жұмыс ретінде орындау ұсынылады. Сонымен, бүгінгі сабағымызда біз нені меңгердік? Алдымен, кейіпкерлер диалогының негізінде батырдың мінезін сипаттадық. Шығармадағы көркемдегіш құралдар мен айшықтауларды тауып, олардың қолданылу қызметіне талдау жасадық. Сөз қолданысын талдай отырып, автордың стилін анықтадық. Қорыта келгенде, Қаһар романы жас жүректерді намыс пен жігерге толтыратын ұлы шығарма десек, туындыда автор Наурызбай батырды қатарынан асып туған, ел қамқоры болған адам бейнесінде сомдағанына куә болдық. Осындай ұлттық рух пен ұлттық сананы қалыптастыратын, туған жер мен елге адал қызмет етуге тәрбиелейтін, тарихи танымы бар туындыларымыздың шоқтығы биік болсын деп, бүгінгі сабағымызды аяқтаймыз. Келесі кездескенше сау болыңыздар.